Ерте заманда бір қойшы болған екен. Айдалада қойын қайырып жүріп, өз білгенінше Аллаға жалбарынып отыр дейді. Алла тағалам, сенің нығметің шексіз, менің саған деген махаббатымды тілмен жеткізе алмаймын. Несібемді теріп, жерде жүргенім, бір күнгі жарық сәулені көріп, ғұмыр кешуім сенің арқаң. Осы күніме тәубе, тәубе. Оның жанынан тақуа адам өтіп бара жатады. Сенің мынауың не? Аллам сенің мынау дұғаңды қабылдамайды ғой. Үстіңде киімің де, отырған орның да таза емес. Қалай құлшылық жасауды да білмейсің. Қойшы байғыз, мен бар білгенімді айтып жатырмын. Жаратушыма бар ризашылығымды шынайы жүрекпен білдірген түрім еді. Тақуа. Жоқ, бұлай жасамай-ақ қой. Құлшылық дұрыс жасай алмасаң, әуре болма. Алдымен дұға сүрелерді жаттап ал. Бір сөзін бұзбай айт, деп ары қарай кетеді. Қойшы қала береді. Тақуа мешітте осы жайлы баяндап отырса, Мұхаммед пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, естіп мән жайға қанығып алады. Сен үлкен кешірілмес қателік жасадың. Өз білгенімен аузына Алласын алып, күніне 20 мәрте құлшылық жасап, қолындағы барына қанағат жасап жүрген жанның қарапайым қалпын жоғалттың. Енді ол өзінің дүбәра сөздерін де дұрыс емес деп сенің айтқандарыңды да жасай алмай, күнін босқа өткізетін болды. Өз қолыңмен бір игі жанды жолынан тайдырдың деп.